Мыңдаған жылдардан бері балды дәмді әрі пайдалы қасиеттері үшін бағалап үздіксіз тұтынып келген. Балды тәтті дәмі үшін ғана емес, мың ауруға ем ретінде қолданған. Адам ағзасына қажетті барлық дәрумендерді балдан алатынына ешқандай зерттеулерсіз, ешқандай статистикалық көрсеткіштерсіз сеніп және тұтынып келген. Қазақ тіліндегі каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, видеоны ауырмасын деген жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Бал құрамында адам ағзасына қажетті дерлік барлық дәрумендерді кездестіруге болады. Б тобының дәрумендері А, С, H, Е, К дәрумендері, минералдар мен ферменттер, сонымен қатар химиялық элементтер кальций, калий, фосфор, хлор, күкірт, натрий, темір, мыс, йод кездеседі. Фолий қышқылы мен пантотен қышқылына да өте бай болып келеді. Көмірсутегі, глюкоза, жүзім қанты, сахароза, мальтозаны да бал құрамында кездестіруге болады. Балдың ерекшелігі ол адам ағзасына сіңімділігі өте жоғары болып келеді. Балды күнделікті жесеңіз, сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бірінші, бет теріңіз тазарады. Бал өте мықты антиоксидант. Адамның ішкі құрылысындағы улы заттарды, шлактарды сыртқа табиғи жолмен шығарады, қабынуды азайтады. Нәтижесінде ішкі құрылыс тазарып, бетке безеу және қартаюға алып келетін процестердің алдын алады. Сонымен қатар, табиғи бал қосылған бетті нәрлендіретін маскалар жасайтын болсаңыз, беттеріңіз жылтырап, серпімділігі артып, бетіңіз үлбіреп, әдемі көрінетін болады. Екінші, қан айналымды жақсартады. Балды күнделікті тұтыну қан құрамын тазартып, қан айналымды жақсартады. Бал құрамындағы микроэлементтер мен антиоксиданттық қасиеті қан тамырларының тарылуының және қан ұюының алдын алады. Үшінші, есте сақтау қабілетін жақсартады. Бал құрамындағы дәрумендер мен микроэлементтердің адам ағзасына сіңімділігі өте жоғары болғандықтан, балды күнделікті тұтыну адам миын барлық қажетті заттармен қамтамасыз ете алады. Балды күнделікті тұтыну миды сергітеді, жұмысқа қабілеттілікті арттырады, есте сақтауды жақсартады және де қарттықпен келетін ұмытшақтықтың алдын алады. Төртінші, ұйқы мен стресс. Ұйықтар алдында бір қасық бал қабылдайтын болсаңыз, ұйқыңыз тыныш болады. Ұйқыңыз қанып, күні бойына сергектік береді. Және балды әрдайым қабылдайтын адамдар депрессияға төзімді болып келеді, ашушаңдықты ұмытады. Психоэмоционалды төзімділік пайда болып, әрқашан өзін-өзі тежей алады. Жүйке жүйесі тыныш адам энергияға толы болады, өмірге деген көзқарасы мен құштарлығы жоғары болады. Бесінші, суық дегенде таптырмас өнім. Бал құрамындағы дәрумендер мен микроэлементтер ағзаны бактериялық және вирустық қабынулардан сақтайды. Әлсіреген ағзаның тез қалпына келуіне көмектеседі, иммунитетті табиғи жолмен жоғарылатады. Алтыншы, анемияның алдын алады. Балды күнделікті қолдану адам ағзасын барлық қажетті дәрумендерге толтырады, қанның құрамын жақсартады, анемияның алдын алады. Жетінші, холестеринді төмендетеді. Қауіпті холестерин жүрек қан тамыр ауруларын, атеросклероз, артерияларда майдың жинақталу, инфаркт пен инсультқа дейін алып келуі мүмкін. Ал бал құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер қан тамырларын тазартып, зиянды холестериндерді ағзадан шығарып, қауіпті аурулардың алдын алуға көмектеседі. Тәулігіне ересек адам үшін 80-150 грамм бал жеткілікті болып келеді. Ал балаларға балды 30-50 граммнан артық қабылдамаған жөн. Бал өте ауыр және құнарлы азық болғандықтан кез келген адамға және кез келген уақытта жеуге болмайды. Яғни қант диабетімен ауыратындарға, аллергиясы барларға, 2 жасқа толмаған сәбилерге, асқазан ішек жолдары аурулары бар адамдарға және дене қызуы көтерілгенде жеуге болмайды. Инфаркт пен инсульт алған адамдарға, артық салмаққа шалдыққан адамдарға да балдан бас тартуға кеңес береміз. Балдың пайдалы қасиеттерін барынша ағзаңызға сіңіріп, денсаулығыңызды түзегіңіз келсе, балды аш қарынға күнделікті таңертең жылы сумен бірге қабылдаңыз және жатар алдында бір қасық қабылдауға кеңес береміз. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.